Трамп пен Камала Харристің алғашқы теледебат өтті. Палестинада айтылды, Украинада айтылды. Ең маңызды тұстарын түсіндіріп өтейін. 11 қыркүйекке қараған түні ақш президенттігіне кандидаттар Камала Харрис пен Дональд Трамп арасындағы алғашқы теледебат өтті. Оның басында Харрис бірінші болып Трамппен қолын созып амандасқан. Айта кетсек, Трамп пен Байден дебат алдында қол алыспаған. Сонымен саясаткерлердің басты мәлімдемелеріне тоқталайық. Дебат бастала салысымен қос саясаткер бір-біріне айыптауын төкті. Мысалы, Харрис әлем лидерлері Дональд Трампты мазақ етеді деді, ал Трамп Харриске марксистсің деп айыптады. Сосын талқы Украинадағы қақтығысқа өтті. Трамп Путин мен Зеленскийді жақсы білем дейді, және олар мені құрметтейді дегенді айтты. Бірақ Трамп Украинаның жеңісін қалай ма деген сұраққа 2 рет жалтарып кеткен. Харрис егер Трамп президент болса, Путин қазірдің өзінде Киевте болар еді деп мәлімдеді. Сондықтан барлық одақтасымыз оның президенті болмағанына риза. Оның досы Путин әлдеқашан оны түскі асқа жеп қояр еді дейді Харрис. Сосын тараптар Израиль мен Хамас арасындағы қақтығысты талқылауға көшті. Мысалы, Харристің айтуынша, Израильдің өзін-өзін қорғауға толыққанды құқығы бар. Бірақ келісімге келіп тұтқындарды босату жалғыз жолы деп атап өтті. Трамп болса Харристі Израильді жек көресің деп айыптады. Егер ол президент болып сайланса, 2 жыл ішінде еврей мемлекеті жойылып кетеді деп болжады. Ал дебаттан кейін CNN Экспресс сауалнамасы Харристің сенімді жеңісін тіркеді. 63% дауыс Харриске, ал 37% дауыс Трампқа берілген.